Қаржылық еркіндік деген не? Бұл Мальдив аралдарының жағажайында кокос шырынын ішіп жату, бағасына қарамай зат сатып алу, немесе шотта ешқашан таусылмайтын нөлдердің тізбегі тұруы деп ойлайсыз ба? Қате, мүлдем қате. Чарли Мангер мынадай сөз айтқан еді. Мен 99 жыл өмір сүрдім, және қаржылық еркіндікті іздеу барысында күл талқаны шыққан сансыз ақылды адамдарды көрдім. Неліктен? Себебі олар қаржылық еркіндіктің соңғы аялдама емес, 6 қабатты мұнара екенін мүлдем білмейді. Әр қабатында бір күзетші бар, және әр күзетшінің қолында пышақ бар. Алғашқы 2 кезеңнен аман өтсеңіз де, 3-ші кезеңнің табалдырығында сүрінесіз. Бүгін мен сізді осы мұнараға бастап барамын. Тыңдағыңыз келмесе, өшіріп тастауыңызға болады. Қалай дегенмен бұл менің емес, сіздің өміріңіз. Осы сияқты құнды видеоларды тек Телегей каналынан таба аласыз. Лайк басып, жазылып қойыңыз. 1-ші кезең, оның табалдырығы күлкілі дәрежеде төмен. Тек 500 мың теңге. Сіз күліп, Чарли, қалжыңдап тұрсың ба? 500 мың ғана ма? Деуіңіз мүмкін. Иә, бұл тек қана кіру билеті. Бұл кезең ақша табу қабілетіңізді емес, өзіңізді бақылай алуыңызды сынайды. Бірақ сонда да кейбір адамдар бұдан өте алмайды. Себебі олар қалтада ақша болса, мазасыздану деген ауруға шалдыққан. 1952 жылы мен Джордж есімді жас жігітті білетінмін. Ол менің көршім, шеберлігі өте жоғары ағаш ұстасы еді. Әр жұма сайын ол $200 жалақы алатын. Бұл сол кез үшін аз ақша емес еді. Алайда дүйсенбінің таңында оның кофе сатып алуға да тиыны қалмайтын. Неліктен? Себебі ол ақшаны тек жарату керек деп есептеді. Жаратпаса, ақша қалтасын тесіп жіберетіндей көрінетін. Бүгінгі күнмен өмір сүру, кедейлердің аузынан түспейтін сөз. 1-ші кезеңнің күзетшісі нәпсі деп аталады. Ол сіздің алдыңызға ең соңғы үлгідегі телефонды, ең сәнді аяқ киімді және ең танымал ойын кейіпкерлерінің бейнелерін қояды. Егер сіз төтенше жағдайларға арналған 500 мыңды жинай алмасаңыз, армандамай-ақ қойыңыз. Қаржылық еркіндік сізге бұйырмаған. 1-ші кезеңнен өтіп, аздап жинақ жинадыңыз делік. 2-ші кезеңге 5 миллионға. Қош келдіңіз. Бұл қабаттың күзетшісі ішпісу деп аталады. Иә, дәл солай. Зерігу. 500 мыңдан 5 миллион теңгеге дейін жинау ұзақ, жалықтыратын әрі ауыр процесс. Оның соңы көрінбейді. Бұл кезеңдегі күрделі пайыздың пайдасы айтуға да тұрмайды. Ұзақ уақыт бойы қиналып жинаған пайызыңыз тіпті бір гамбургер сатып алуға да жетпейді. Содан өмірге күмәнмен қарап. Осыншама жан салып ақша жинағаным не үшін деп өзіңізге сұрақ қоя бастайсыз. Сол кезде әзәзіл пайда болып, құлағыңызға өзіңді қуант, осыншама еңбек еттің, сөмке сатып алсаң да, саяхатқа шықсаң да, көлігіңді ауыстырсаң да артық емес, деп сыбырлайды. Көптеген адамдар дәл осы жерде сүрініп, жаңа ғана жұмыртқалай бастаған алтын тауығын өз қолдарымен бауыздап тастайды. Есіңізде болсын, 5 миллион сіздің сенімділігіңіз, бастыққа қарсы шыға алатын күшіңіз, және жұмыссыз қалғанда ешкімге бас имейтін қадір қасиетіңіз. Мұның бәріне қол жеткізу үшін қолтырауынның өз жемін аңдығандағысындай зор шыдамдылық қажет. Егер сіз 3-ші кезеңге, яғни 20 миллион теңгеге жете алсаңыз. Тыңдаңыз, бұл нағыз қанды қасапхана. Адамдардың 90% дәл осы жерде құрдымға кетеді. Неліктен? Себебі қолыңызда 20 миллион болғанда, сіз өзіңізді баймын деп ойлап, орта тап деген жалған елестің жетегінде кетесіз. Бұл қабаттың күзетшісі қоғамдық пікір деп аталады. Өткен ғасырдың 80-ші жылдарында мен жақсы табыс тауып, осы соманы тез жинап алған дәрігерлер мен заңгерлерді көп көрдім. Содан кейін олар бірден үйлерін, көліктерін ауыстырып, балаларын элиталық мектептерге бере бастады. Олар мұны міндетті нәрсе деп санады. Қалтаңда 20 миллион теңгең бола тұра, ескі көлік міну ұят деп. Сол 20 миллионды лезде тауысты. Тіпті кейбіреулері үлкен үй сатып алып, 30 жылдық ипотекаға қарыз құйына батты. Олар өмір сүру сапасын арттырдық деп ойлады. Бірақ іс жүзінде өз мойындарына бұға өлді. Есіңізде болсын, 20 миллион сіздің ақылыңыздың ең төменгі деңгейге түсетін кезі. Капитал құрған барлық тұзақтар дәл осы кезеңдегі адамдарды аулауға бағытталған. Өйткені сіз шабақ емес, ауға ілінетін балықсыз. Бұл уақытта қымбат көлік пен зәулім үй алу шығын емес, кедейлікке апаратын бір жақты билет сатып алумен тең.
Егер сіз ысырапшылдыққа бой алдырмай 20 миллионды қар көшкінінде еселей алсаңыз, ақыр соңында 4-ші кезеңге 50 миллионға жетесіз. Бұл кезең кіру билеті деп аталады. Қазіргі заманда 50 миллионның инвестициялық ойынға кіру билеті ғана екенін көптеген адамдар мойындағысы келмейді. Оған дейін сіз тек ақша жинадыңыз. Тек осы 50 миллионға жеткенде ғана ақшадан ақша жасау туралы нақты айта аласыз. Бұл кезеңнің мұнара күзетшісі тәкаппарлық деп аталады. Өзіңізді бай сезініп, инвестицияны жетік білемін деп ойлайсыз. Сыбыстарға еріп, мол пайда тапқыңыз келіп, тіпті соқыр түрде бәрін тегесіз. Мен 2000 жылғы технологиялық көпіршік кезінде 1 миллион долларын 5 миллионға жеткізіп, өзін екінші Баффет деп жариялаған бір жасты көрдім. Бірақ көпіршік жарылған аптада ол барлық табысынан айырылып қана қоймай, тағы 2 миллион доллар қарыз болып қалды. Есіңізде болсын, 1 миллион доллар сізге сақтап қалу үшін керек, құмар ойнау үшін емес. Сіз алып сатар құмарпаз емес, еңбекқор диқансыз. Сізге керегі тұқым себу, тамыр жаю, казинода бәрін тігу емес. Келесі кезекте соңғы 2 деңгей, 3 миллион және 10 миллион долларлық кезең. 3 миллион доллар таптық ауысудың қорғаныс шебі. Есірткі, құмар ойындар, соқыр кәсіпкерлік сияқты шектен шықпасаңыз, негізінен қайта құлдырамайсыз. Тек 10 миллион доллар ғана шынайы қаржылық еркіндік. Ескеріңіз, бұл еркіндік жеке ұшақ сатып алу сән салтанаты емес. Бұл өз уақытыңызды нарықтан қайтарып алу. Таңертең тұрып, күні бойы кітап оқу, балық аулау, немесе мүлдем ештеңе істемеу мүмкіндігі. Оятқыш сағат шылдыры, тапсырма қысымы, бастықтың қас-қабағын бағу. Жоқ, ешкім сізге ештеңе бұйыра алмайды. Бұл ең басты марапат. Бұған ақшаның қатысы жоқ. Бұл өз өміріңді бақылау құқығы. Досым, осы 6 деңгейді тыңдаған соң, сіз түңіліп, Чарли, бұл тым қиын ғой деуіңіз мүмкін. Я, бұл шынымен де өте қиын. Сондықтан да тек 1% ғана бұл деңгейлерден өте алады. Бірақ мен сіздің түңілгеніңізді қаламаймын. Есіңізді жиғаныңызды қалаймын. Өзіңізден сұраңызшы, қазір сіз қай деңгейдесіз? Нәпсіге ерген 1-ші деңгей ме? Әлде даңққұмарлыққа тұтқын болған 3-ші деңгей ме? Басқалардың көлігімен, үйімен, сағатымен жарыспаңыз. Бұл сыртқы белгілер мүлдем түкке тұрғысыз. Сіз өзіңіздің ішкі өлшеміңізді қалыптастыруыңыз керек. Қажетсіз киімді аз алып, көбірек кітап оқу, бірнеше тиын артық жинау, мұнараның төбесіне қарай нық қадам басу деген сөз. Баяу өрмелесеңізді ештеңе етпейді. Тек құлап қалмасаңыз, жарты жолдан шығып кетпесеңіз, түбінде мұнараның басына жетесіз. Сол кезде біз мұнара басында кездесеміз. Мен сізге бір стакан кофе алып берем. Иә, байлар сірмен емес, жалжаямен де емес, бір-бірін кофемен қонақ қылады. Оның себебін келесі жолай. Еретек байыңыз, топтан озғыңыз келсе, тобырға қосылып той-тойламай, ой ойлаңыз. Онаша отырып кітап оқыңыз. Байлар 6-шы қабатта сізді күтеді. Байлар көбейген кезде ғана қоғам дамиды. Бірақ өрлейтін адам бас ауырып балтырсыздауға шыдау керек. Ең құнды қазақша кітаптарды Телегей сайты немесе қосымшаларынан оқи аласыз.